Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін пайдалы подкаст арнасында тағы да сіздермен жүздескенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі кезекті подкастымыздың қонағы 11-ші А сынып оқушысы Алакбарова Бибинур қызымыз келіп отыр. Қош келдің, Бибинур. Қош көрдік. Ал онда мен Бибинурды ұзақ сонар таныстыруды жөн көрмедім, себебі өзінің аузынан естігенді қалап отырмыз. Сондықтан алғашқы сұрағымыз: Бибинур кім, қандай адам? Ол жөнінде қысқаша өзің таныстыра кетсең. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі подкастта отырғаным үшін, осындай күнде өзімді таныстырып отырғаным үшін қатты қуаныштымын. Есімім Бибинур. Ашыбұлақ жалпы білім беретін мектебінің 11-ші А сынып оқушысымын. Қазіргі таңда ұбт-ға дайындық, IELTS сақты емтихандарға дайындық жүргізудемін. Алдыма қойған өзімнің асқақ армандарым бар, мақсаттарым, және де соларға жету жолында барынша еңбек етудемін. Айтарым осы? Жалпы үйдің үлкенісің, яғни өзінен кейінгілерге үлгі болып жүрген қыздардың бірісін деп біз есептейміз. Үлгі болу, үйдің үлкені болу, бұл қаншалықты жауапкершілік мойнында бар екенін білдіреді, болмаса қаншалықты жауапкершіліктің ауырлығын білдіреді. Өте үлкен жауапкершілік деп айтамын. Себебі менің өзімнің құрбыларым да үйдің үлкені, және де бір-біріміздің сырымызды түсінеміз ғой. Әңгіме айтқан кезде де үйдегі жауапкершілік, үйдегі болып жатқан оқиғалар барлығы тікелей саған байланысты. Себебі артында қалған, мысалы, менің үйімде 6 бала-шаға, мысалы, менен қалған 5 іні-сіңілдерім бар. Солардың барлығы маған қарап өседі. Солардың барлығынан мені үлгі алады деген оймен барынша әр қадамыңды анықтап басуың керексің. Сонымен қатар өзіңе авторитет береді, сонымен қатар өзіңе күш береді. Жаңағыдай сол іні-сіңілдеріңе, ата-анаңа кәдімгідей қолғанаты, қанаты сияқты болып, әр қадамыңды аңдап бассаң, жетістікке жетсең, өзіңе бір кәдімгідей күш қой негізі. Сондай бір үлкен жауапкершілік, жақсы адам болу, тұңғыш болу. Оның үдесінен шығып жатырмын деп ойлайсың? Меніңше, иә. Ал жақсы, енді жалпы Бибинурды біз әдетте, енді біздің мектепте бұл ағылшын тілін жақсы меңгерген қыз ретінде мойындаймыз. If you don't have mistakes, you're not even trying. So, to get something you never had in this life, you have to do something you never did. That's what matters. If you fail, just get up. And don't give up in this life. Here's the point. Бәріміз соқтан бұл тіл үйренуге қызығушылық қай жастан пайда болды, және тіл үйренудің артықшылықтары қалай болады екен, сол жөнінде өз ойыммен бөлісе кетсең. Негізінен шынымды айтсам, бастапқыда менің мүлдем тілге деген құштарлығым жоқ болатын. Басында мен ойлағам, тіпті мүлдем қазіргідей менің мақсаттарым өзі, мақсаттар, армандар деген өсе келе өзгере береді ғой. Дәл солай 1-7 сыныбыма дейін басқаша мүлдем мақсаттарым, армандарым мүлдем бөлек болатын, тіпті мамандығымда. 7 сыныпта әлеуметтік желілер көп дами бастады. Инстаграм желісі сияқты. Сол жерде көптеген шетелдік достар таптым. 1-2 достарым табылған соң, олармен тек қана жаңағыдай аударма арқылы емес, тек қана өзім жауап бергім келетін. Сонымен қатар менде мынандай мақсат болған. Мектепте спикингтерді ертеңгі күнге қалдырмай, мысалға, қалдырып, содан кейін айтатын едік қой, дайындалып. Ал мен соларды тіпті дайындалмай, сол уақытта жаңағы сұрақтарды оқып, дәл сол мезетте өзімнің ойымнан ағылшынша ойлай отырып, соған жауап беруді қалаған едім. Жаңағыдай уақыт құртпай, дәл солай ағылшынша ойлауды қаладым, сөйлеуді ғана емес. Сонымен Access бағдарламасына бардым, сол жақта ағылшын үйрендім, қызығушылығым артты. Тек қана ол курсқа ғана емес, адамның өзіне де байланысты болады екен негізі. Мақтанған емес, көптеген жаңағыдай музыка арқылы үйрену болды, фильмдер қарадым, сол сияқты әртүрлі жолдармен үйренуге тырыстым. Тіл үйренудің тек қана ағылшын тілі емес, қазір де француз тілінде үйренудемін. Қызығушылығы өте көп. Қызығушылығы, мүмкіндіктері болашаққа деген өте көп, себебі тіл білу арқылы таныстарың көп болады, айналаң үлкейеді, аудиторияң көбейеді мысалға. Тіл білсең, білімділіктің шыңына сәл жеттің деген сөз ғой енді. Себебі тек қана өзіңнің айналаңдағы емес, әлемнің басқа бір бөліктерін де түсінесің деген әңгіме еді. Ал тіл үйрену
тек қана сол аудиторияны, айналаңды кеңейтпейді, өзіңнің білім шыңыңды, мүмкіндіктеріңді кеңейтеді. Тек қана Қазақстанда ғана қалмайсың, шетелде де басқаша адамдардың тек қана осы Қазақстанның менталитеті, тәрбиесін ғана көрмей, басқа мемлекеттердің мәдениетін, жаңағыдай өздерінің ұстанымдарын түсінуге мүмкіндіктерің болады. Жалпы осы тіл үйренуден тағы да шығып отқан сұрақ. Бізде көбінесе мынандай түсінік бар. Жалпы тіл үйрену үшін бір мықты ұстаз керек дейді да. Мықты ұстазға барсам, тілді мен ары қарай меңгеріп кете аламын деп ойлайды. Үйрену үшін негізі адам өзімен өзі көп жұмыс істеу керек қой. Сенде қай жағы басым болды? Яғни сен мықты ұстаздардан жолың болды ма, жылы өз-өзіңді ертерек тауып өз-өзіңмен жұмыс істеуің көбірек болды ма? Тіл үйренудегі жетістігің қайсысы басымырақ болып тұр? Негізінен 50-50 деп айтар едім. Себебі бірдеңені үйренуде тек қана тіл ғана емес, бірдеңені үйренуде адамның өзінен де болу керек. И оны үйреніп жатқан айналасындағы адамдармен мұғалімде де болу керек та. Барлық жағынан бірдей неде дейді, баланста болу керек. Себебі мен мысалы Accessке бармастан алдым, жаңағыдай қызығушылығым неден артты, айналамдағы адамдардан артты. Мектепте мысалы көбінесе балалар үйренбей жатады, мысалы ағылшын тілін білмей жатады. Не үшін? Себебі олардың әрқайсысының әрқандай қызығушылығы бар. Ал мен барған қосымшада ол жаққа не істейді? Оқушылардың барлығы тек қана сол ағылшынды меңгеру үшін ғана бір мақсатпен барады. Ал мектепке әркім әртүрлі мақсатпен келеді. Сондықтан біреудің басына қонады, біреудің басына қонбайды. Біреуге мысалы ағылшын қызық емес, біреуге мысалы математика қызық емес деген сияқты. Ал курста айналамдағы қоршаған достарым, оқушылар барлығының мақсаты бірдей болғандықтан, сол ағылшынды үйренуге деген құлшынысың артады. Олармен бірге ойындар немесе сабақты жүйелі жүргізу, жаңағыдай сол сабақта отырудың өзі қызық болғандықтан, ананың ішіне кіріп кетесің да, жаңағыдай тіпті Accesстің өзінде атмосфера бар ғой. Американдық атмосфераны, культураны сол жаққа кіргізіп қойған. Соны сезіну, соған қызығушылық артудың арқасында сол үйрену өте оңай болды. Ортаның ықпалы өте зор екенін айтқым келіп отыр ғой. Ал енді осы Бибінұрдың біз жаңағы бірнеше жетістіктерін атап өттік. Біз білмейтін қандай жетістіктері бар екен, сол жөнінде айта кетсең. Негізі жетістік дегенде мен бір қадалып қалған сертификат, жаңағы қолмен ұстап көретін дүние сияқты көрмеймін. Себебі ол нәрсе адамның өзін дамығанын немесе бір нәрсеге шын мәнінде өзінің ішінен жаңағыдай адамның іші сезіп тұрады ғой. Бір нәрсеге қол жеткізгенін білдіретін нәрсе деп түсінемін. Және де ондай нәрселер менде сол ағылшын тілін үйренген соң немесе кішкене переходный возраст бар ғой, содан өткен соң келді деп ойлаймын. Себебі өзімді баяғыда болатын еді ғой өзін өзі тану дейтін сабақ. Сол сабақты естігенде күлетін едік. Не үшін өзін тану, адам не үшін керек ол деп. Ал былай қарасам, адамның өзін өзі тану өте қажет нәрсе екен. Себебі өзінің болмысыңды тану, және де мысалы өзіме келетін болсақ, мен өзімді тануым, лидерлік қабілеттерді ашуым, немесе волонтерлік істерге қатысып, сондағы адамдардың қоғамның құндылықтарын түсіну, өзінің құндылықтарын солармен байланыстыра білу, сол сияқты дүниелерді бойыма сіңіре білу, жаңа жауапкершілік деген сияқты құндылықтарды бойыма сіңіре білудің барлығы өзімді тануға алып келді. Осыны мен басты жетістігім деп білемін. Бөлек сол материалдық жаңағыдай қолмен ұстап көретін диплом, олимпиадаларға қатысу, сол сияқты нелер одан кейінгі сатыда тұрады деп айта аламын. Бірінші рухани даму, яғни қарым-қатынас, мәдениетін қалыптастыру сияқты жетістіктерге яғни жетіп жүрдік деп есептейміз. Енді жалпы волонтерлік жұмыстар ретінде де біз жақсы білеміз. Енді осы волонтерлік жұмыс жасаудағы бір қызық оқиғалар болса, сонымен бөлісе отырсаң. Волонтерлік деген бұл еріктілік. Көп адам түсінбей жатады. Ол мысалы қазір қоғамның қыры бар ғой, әркімнің, мысалы егде жастағы адамдар ойлайды, біз волонтер болсақ тек мусор жинау, қоқыс жинау, жаңағыдай қаппен жүру деп ойлайды, қолына перчатка киіп. Ал негізінен ол ондай емес. Ол еріктілік деген сенің қоғамға тигізіп жатқан, өзіңнің еркіңмен тигізіп жатқан пайдаң ол. Соны түсінбейтін адамдар бар, бірақ соны осылай түсіндіргім келеді. Біз мысалы жалында жастар қоғамымен сол жақта волонтермін, өзім еріктімін.
сол сияқты ЮНИСЕФ сияқты ұйымдардың еріктісі болып табыламын қазіргі таңда. Бір қызық оқиғалар, біз ағайымызбен, Садыр ағаймен жаңағыдай жалында жасар қоғаммен ертелікке шығып тұратынбыз ардагерлердің үйіне, үлкен 2 жастағы сол ауған соғысына қатысқан өзіміздің Қазығұрт ауданындағы кісілердің ата-апаларының үйіне баратынбыз, продуктілермен көмектесіп үйін жинауға деген сияқты. Сол барған кездері олардың жаңағыдай эмоциялары, біз барғандағы қуанған күлкілері, жаңағыдай жымиғандары, біз кетіп бара жатқанда бата бергендердің барлығы кәдімгідей жүректе қалатын бір керемет эмоция береді. Біз онда бар ғой, цитата бар, бақыт деген ол сенің өзіңнің бақытың емес, адам қай кезде бақытты болады, ол өзі қуанған кезде емес, біреуді қуантқанда, біреуге бақыт сыйлағанда одан да көп жаңағыдай дофамин алып бақытты болады деген нәрсе бар да. Дәл сол бақытты біз сол кездерде сезіндік деп айта аламыз. Жаңағыдай тек қана олардың емес, отбасының қуанғаны, жаңағыдай біз барған кезде олар продуктіге қуанбайды, біздің түсінетініміз. Біздің соларды елеп еңсеріп барғанымызға, сондай адамдардың, жыл адамдардың өмірде бар екеніне қуанады деп ойлаймын. Сол нәрселер қызық нәрсе. Ал енді жалпы осы өткен жаздағы Астана қаласына, яғни аламгерлердің жылдық марапаттауына бір үміткер ретінде барып қайтқаныңды білеміз, және оған біз өзіміз мақтан етеміз, біздің оқушы екенін. Сол жерде қандай әсер алып қайттың? Сол жөнінде қысқаша айтып өтсең. Негізі бастан бастайын. Бірақ мен ол сайысқа жаңағыдай кешке барамын деп мүлдем ойлаған жоқпын, мүлде ойда болған жоқ. Жай, мен де осы аламын ғой, түлекпін ғой деп тапсыра салған не болатын, толтыратын дүние болатын. Содан соң біраз уақыттан соң маған email-ма келеді почтама, осындай сіз іріктелдіңіз деп. Сосын мен қуанып кетем, барлық дүнием тегін барып, жай ғана көңіл көтеріп қайтам деп ойлағам. Сөйтіп, барлық нәрсе тегін болып, барып, алғашқы рет Астананы көріп, алғашқы рет ұшаққа отырып деген сияқты. Сол қуаныштардың бәрін басынан өткірдік. Одан кейінгі оның барлығы артта қалды. Бірақ сол кештегі бір қуанатын нәрсе, мен сол жерде ең кішкентай болдым, жасы. Ана жақта өте дамыған кісілер, барлығының біршама жылдық, тіпті 15 жылдан астам тәжірибесі бар кісілер, адамдар. Сол кісілермен алғашқы сәлемдесудің өзі, тіпті менің болашақ мамандығым дипломатия ғой, соның алғашқы қадамын көргендей болдым. Тіпті сәлемдесудің өзі былай ерекше. Сол кезде көрген кезде жүрегімде бір кәдімгідей от жанды. Осындай адамдармен алғашқы рет жиналыста болғаным үшін қатты қуандым. Сонымен қатар бір қуанатын жайт, олар мені кішкентай деп менсінбей отырған жоқ. Өздері дамыған, және де өздері білетін тәжірибелерімен бізді бөліскісі келетіні көрініп тұр. Сонымен қатар менің қасымда тағы бір қыз болды. Менімен жастылау, және де сонымен қатар Access бағдарламасының Көкшетаудағы түлегі болды. Екеуміз болдық. Басқа командада болсақ та, егер жасағы сол тәжірибелі кісілер бізге кәдімгідей қолдау беріп, не айтсақ та, идея айтсақ та, жаңа сол жердің өзінде бізге жоба берді соны қорғауға. Соны қорғаудың өзінде өзімізге біздің ойымызды көбірек тыңдауға көңіл бөлді. Соның өзі бізге кәдімгідей жүрегімізге үміт берді. Ол жерде үміткер болып барсам да жаңағыдай номинацияны ала алмадым. Оған өкінбеймін, себебі қаншама аламнелердің арасынан өзімнің сол жаққа іріктеліп барғанымның өзі бір жетістік болды. Және де осындай кештерге баруға маған тағы да үміт ашылды. Тек қана қазіргі жасап жүрген істерімнің барлығы бекер емес. Өзімді бағалауды үйрендім соған қатысу арқылы, жаңағыдай бару арқылы. Осы істеп жатқан істің бәрін бекер емес екенін, және де болашақта тағы да сондай жұмыстар жасауға үміт берді деп айта аламын. Керемет, жалпы мына қоғам негізі идеалдар ұстап тұрады деп айтады ғой, жалпы жұлдыз сияқты. Яғни біз адасып қай жаққа бет бұрарымызды білмей қалған кезде сол идеалдарға бой түзейміз. Сондықтан соның өңшең лидерлердің арасына барып, мәдени элитаның арасына барып, осындай яғни тәжірибе жинау, бұл өте өмірде естен кетпес сабақ болды деп есептейміз. Ал енді Бибінұр, мынау келесі өзінен кейінгі келе жатқан сіңлілеріңе, інілеріңе қандай өмірлік ақыл кеңесіңді беріп кетсең?
ақыл кеңес, мотивация беріп кетейін. Себебі осындай қиындықтардан, өмірден барлығымыз бірінші рет өтіп жатырмыз. Сондықтан жастарға айтарым, жаңағыдай өзімнің артымда келе жатқан ағай айтқан оқушыларға, жастарға айтарым, тек қана берілмеу керек. Бұл өмірде 1000 рет сынасың, 1000 рет тұрасың. Қателік жасау деген окей. Сол үшін өмірде бір нәрседен құладың ба, берілмеу керек. Ой, менен ондай шықпайды, менен мынандай шықпайды деп жата беру. Абай атамыз айтпақшы, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпағым сөзсеңіз дейді ғой. Бір орында отырып алып, байқап көрмеуден сақтаныңыздар. Тек қана өмірде алға жылжи беріңіздер. Ал рахмет. Біздің яғни осы ақыл кеңесімізді ұғар құлақтарда табылады деп үміттенеміз. Жалпы біздің подкастымыздың соңғы бөлігі болады, яғни жүргізушіге сұрақ деп аталатын айдарымыз бар. Егер маған қойылатын бір ойландырып жүрген сұрақтарың болса, қойып қалуға мүмкіндігім бар. Бір сұрақ болатын. Осы өміріңізде, мұғалімдік өміріңізде бір қиындық туғызған немесе тәжірибеңізде өзіңізге бір үлкен тәжірибе берген сыныбыңыз болса, және де қандай сізге олар тәжірибе берді, қандай сабақ алдыңыз? Жақсы. Енді жалпы мен осы ұстаздық өмірімдегі естен шықпас сынып бұл шамамен 2013 жылда, олар ол кезде 7-ші класс болатын. Мен бір неге барып келдім, семинарға барып келдім, облыстық. Сол семинарда жалпы ағылшын тілін дамыту мәселесі бойынша жалпы орта құру деген мәселе қалыпты. Сол жерде жақсы түсіндірді бір профессор, есімде жоқ аты. Сол профессордың келгеннен кейін соның былайша айтқан кезде әсерімен мектепке келіп, мен мектептегі жаңағы пәнді сабақтың үстінде ағылшынша яғни дамыта алмайтыныма анық көзім жетті. Сөйттім де өзім жеке бір топ құрдым. Сол қазір 99 жылғы 99-2098 жылғы болу керек солар. Сонымен 5-6 оқушылардың сәл ынтасы бар оқушыларды жинап бірінші бір айлық курс ұйымдастырдым. Сол курсты оқып болғаннан кейін біздің басында олар шыны керек баға үшін оқыды. Яғни талап былай болды. Егер 5-ке шығамын, ағылшыннан 5-ке лайықтымын деп есептейтін болсаңдар, менің курсыма келіп қатысуларың міндетті, тегін болды ол курс. Және олар сабақтың соңында келіп, мен өзім ертіп алып кететін едім. Сен қатысасың деп. Яғни бір ай біткеннен кейін олардың ағылшынға деген қызығушылықтары енді барлығының емес, ішінде 5-6 артты. Және олар кейін мені іздеп, қосымша өтіңіз деп маған ұсыныс айта бастады. Сөйтіп мен келесі жылы мен уже ол қосымшаның тағы да екінші курсын бастадық. Осылай, яғни 3-4 жыл сол қыздармен былайша айтқанда жұмыс жасадық. Сол қыздардың ішіндегі, яғни ең жаңа үлкен жетістігі, яғни Жазира деген қызымыз мына Бостонға барып, яғни магистратураны бітіріп келді. Адина деген қызымыз да ол жаққа қарағанда өзінің жаңағы жүргізіп отқан ағылшыннан курсы бар. Сол қыздар яғни сол жетістікке, үлкен жетістікке жетті. Сол мен өмірімнің тәжірибе болды. Яғни ол жерде мен жаңа ерікті түрде өзім өткіздім. Және ол кеткен уақыттарым үшін дәл қазір айтқан кезде бір өмірімде мән тапқан уақыттар деп айтуға болады. Кейде ойлайсың, артына қарасаң бір қуыс, не істеп кеттім осы мектеп үшін деп ойлаған кезде бір ойланатын нәрселер таппайсың. Бірақ мен сол 2013-тен 2017-ге дейін солармен жұмыс жасаған кезім, былайша айтқанда мен қазір мектеп өмірімдегі ең бір керемет кездер болып қазір еске алатын кез болып отыр. Сол тағы басқа сұрақ болса? Өте керемет жауап болды. Мен расында бұндай тәжірибе болды деп ойладым сізден, себебі өте керемет адамсыз. Мектептегі жоғары деңгейдегі мұғалімдердің бірісіз деп айта аламын. Келесі сұрақ сізге былай болсын. Осы айтып отырсыз, осындай тәжірибе алдым деп, мектеп жолында, мұғалімдік жолында осындай тәжірибе алдым дедіңіз. Одан бөлек мектепте ұйымдастыратын брейн-рик жарыстарымыз бар. Одан бөлек бізбен бірігіп квиз-плейз ұйымдастырдық. Тағы дүниелері көп қой, біз білмейтін тіпті осы подкастты ұйымдастырып отырудың өзі өте үлкен күш-жігерді қажет етеді. Дәл осы өмірге деген көзқарасты, мотивацияны қайдан аласыз? Мынау өмірлік мұрат деген нәрсе болады. Өмірлік мұрат. Бұл өмірлік мұратты
анық сезінген кезде бұл мотивациясы, яғни адамды бұл ұйықтатпайды. Яғни мен осы өмірімде болмаса бір мәнді мағыналы бір нәрсе істеп кетейін деген сияқты ой мазалайды. Сол ойдың негізінде осындай идеялар туа бастайды. Яғни түптің түбінде мысалы брейн-ринг деген алып келген кезде де мен көбінесе жаңағы бұл орыстардың что где когда, өзбектердің закават деген сол интеллектуалды сайыстарын көп көретін жас кезінде. Оларды көрген кезде оларға бір қызығып қарайтын, неге мен осыны істемеске деген сияқты. Сөйтіп ойлай, яғни адам брейн-рингті де осы өмірге алып келдік. Қазір енді біздің мектептің бренді ретінде ол да өзінің өмірінің шеңдігін жалғастырып келе жатыр. Дәл осы сияқты мотивацияны жалпы мен өмірлік мұрат анық қойған кезде аламын. Жалпы өмірлік мұратым бір мағыналы жастарға бір қолдан келетін бір үлгі болып кету, яғни мейлінше оларды дұрыс жолға салу деген сияқты өмірлік мұрат анық болған кезде, ол енді сен ол жерде уақытым жоқ еді, болмаса маған бұған қосымша қаржы талап етемін деген сияқты нәрселердің бәрі кейінге сырылып кетеді. Жалпы мен мотивацияны қайдан алады деген кезде, енді бірінші идеалдарға қарап аламыз, екінші жаңағы адамның өзінің нені қалыптасып, өмірлік мұраты анықталған сайын ол мейлінше көбірек пайда болып істеп кетуге, өмірінің соңына дейін көбірек бір мәнді мағыналы нәрсені өндіріп кетуге тырысады. Яғни кейде бір мотивацияны әр жерден алуға болады, кейде мен өлеңнен де алуым мүмкін. Себебі өлеңде көп саламын Инстаграм парақшаларыма. Себебі ол өлеңдер арқылы мен өз-өзімді, яғни қайраймын, өз-өзімді былайша айтқан кезде жігерлендіремін. Сондай іс-әрекеттер жалпы адамның өзінің болмысын былайша шыңдайды. Егер мен ол қиыншылық екенін білемін, оның бәрін жаттау болады, оның бәрін бас қатыру керек. Бірақ соның бәрін біле тұра, сол қиыншылықты өз-өзімді соған итермелеймін. Сол қиыншылықты жеңгеннен кейінгі оның жаңағы дәмін татып, соның жетістігіне жетіп, сол артқа қараған кезде біраз нәрсе істеп тастаппын ғой деген сияқты нәрселерді көрген кезде, жалпы өмірің сәл де болса бір босқа кетпегенін сезінесің. Солай әйтеуір қоғамға пайдалы болуға тырысасың. Біздің уақытымыздың тығыздығына байланысты подкастымызды бүгін тағы да тоқтатамыз. Мен ойлаймын, Бибінұрмен мектеп бітіргенше тағы да подкастта жүздесеміз деген ойдамын. Көрермендерге тағы да бүгінгі подкастты тамашалап, пікір қалдырып, біздің арнаға жазылып кетулеріңізді сұранамыз. Келесі подкастта жолыққанша, қош, сау болыңыздар.